583 жылы Батыс түрік қағанаты құрылып, астанасын бүгінгі Шыңжаңның Жұлдыз сахарасында орнықтырды. Бұл кезде қаған Естемейдің ұрпағы еді. Естемейдің кіші Азия, Балқан түбегі, Грекия аумақтарындағы саяси ықпалы туралы, Византия мен Парсының өзара соғысуына түрткі болғаны, және ол екі елдің арасында соғыстың 571 жылдан бастап кейде үзіліп кейде қайталап 20 жылдан артық уақытқа созылғанын алдыңғы бөлімдерде айтқан болатынбыз. Ал шығыстағы қағандар солтүстік Жу мен солтүстік Чи деген екі хандық арасындағы алауыздықты пайдаланып, екеуіне кезек жәрдемдесу арқылы біреуінің қатты күшейіп кетуінің алдын алып, солтүстік Қытайда ірі империя құрылуының алдын тосқанын тағы білеміз. 581 жылы құрылған Сүй династиясы империялық қуатқа ие болған соң бір жолда 8 қосын әскер шығарып түрікке қарсы аттанды. Бұл кезде түріктер әр тайпадан құралған халық еді. Тайпалар арасындағы үлкен кішілік бай-кедейлік парқының болуына байланысты. Күшті тайпалар әлсіз тайпаларды өзіне қосып алғысы келіп тұратын, сөйтіп өз билігін нығайтқысы келетін жағдайлардың заң арқылы толық шешілмеуіне байланысты туындаған ішкі мәселелерді шебер пайдаланған Сүй өкіметі 583 жылы қағанатты шығыс және батыс болып екіге бөлінуіне түрткі болды. 599 жылы шығыс түріктері Сүй еліне бағыныштылық білдірді. Тіпті 607 жылы осы бағыныштылық білдірген Чимін қағанның Сүй ханының аяғына жығылып, мен енді қаған болмаймын деген сөзді айтқанын алдыңғы бөлімдерді айтқан едік. 603 жылы Тардүш қаған ел ішіндегі алауыздықтан Сүйға қарасты Тугухын жеріне қашып келіп өлді де, Батыс түрік билігі бөліне бастады. Оны кейінірек айтайық. 616 жылдары Сүй Яңдидің үш ретке Көре еліне, яғни Көгіреге қарсы соғысы және үлкен канал қазуына байланысты халқының басына ауыр қысымдар түскендіктен Сүй елде әлсірей бастады. Шығыс түрік қағандығы бұрынғы қуатын қайта қалпына келтіруге тырыса бастады. Шыби қағанның әскері Сүй Яңди патшаны Ямынган қамалына қоршауға алған кезде Шыбидің қатыны болған Табғаш ханшасы Кер хатын, яғни Ичин ханша, қағанға жақсы сөздер айтып, Табғаш патшасын бір өлімнен алып қалуды өтінді. Табғаш патшасы бір өлімнен қалды. Сүйдің осыдан соңғы жылдарында Сүй билігіне қарсы шыққан алпауыттардың бәрі де түрік билігінен қолдау табу үшін түрік қағанына бас иген кездер болды. 618 жылы Сүй әулеті құлап, Таң әулеті билікке келді. 629 жылы қатты күшейген ірі империя Таң билігі екі ірі қолбасының қосынын түріктерге аттандырды. Bir жылдық қатты соғыстан кейін шығыс түрік әлсіреп, 630 жылдан 679 жылға дейін 50 жыл бойы Таң табғаштарына бағынышты ел болды. Күлтегін тасында бұл оқиға табғаштарға құл болып 50 жыл ісін күшін берді деген сияқты сөздермен жазылған. 611 жылы Тардүш қағанның орнына отырған немересі Шығай қаған шығыстағы табғаштардың әлсіреп бара жатқанын дереу аңғарып, шекарасын шығыста Гансудың батысынан бастап, батыста Каспийге дейінгі, солтүстігі Алтайдан оңтүстігі Инді күштауларына дейінгі алып даланы алып жатқан Батыс түрік қағандығын қайта құрып шыққан болатын. 659 жылы Таң әскері бүгінгі Шыңжаңның Бөртал аймағында Інжу Япқының басын шапты. Батыс түрік қағанаты жойылды. 682 жылы Шығыс түріктің Тұрдын Чор тайпасының көсемі Құтлық әскер құрап Таң империясына қарсы шықты. Бүгінгі ішкі Моңғолдың Көкқала деп аталатын қаласына таяу жердегі Қарағым қаласын жаулады. Орхонның жоғары жағындағы Ханғайдағы Өткен тауын жаулап алды.
және бірнеше жеңісті соғыстар жүргізіп, таң әскерін оңтүстікке чегіндірді. Сөйтіп өзіне көп елдерді қосып алып күшейген соң, Құтлық өзін елтеріс қаған деп жариялады да, қытандарды тоғыз делелер түгелдей өзіне бағындырып, қорған ішіне дейін кіріп жерін кеңітті. 691 жылы Құтлық өлген соң інісі Модок оның орнына таққа отырды. Модоқты кей жерде Бөгүчөр деп аударған. 696 жылы Таңның қатын патшасы оған Чяншан қаған деген атақ берді. Бөгүчөр оған жәрдемдесіп Аппасиялық күштерін талқандап берді. Қатын патша Бөгүчөрға үстемелеп тегін елтеріс, ұлы тәңірқот, еңбек сіңірген қаған деген атақтар беріп, іс жүзінде оның тәуелсіздігін мойындады. 698 жылы қыркүйекте Бөгүчөр Модок қорған ішіндегі Хыби өлкесіне шабуыл жасап, 90 мың халықты айдап алып, қорған сыртына шығып кетті. Бұл бәлкім отырақтасып үлгірген түрік халықтары болса керек. 716 жылы Байырқұлардың жеңілген әскерінің бір тобы Қышлық деген адамның тұтқиыл және жасырын соққысынан Бөгүчөр Модок қаған өлді де, орнына Көшік деген ұлы отырды. Бірақ оны Құтлықтың ұлы Күлтегін өлтіріп тастады, тақты Моғилан деген ағасына берді. Моғиланды кейбір кітаптерде Бегілен деп аударған. Таққа өзің отыр деп Моғилан көнбеген еді, Күлтегін қоймай жүріп ағасын таққа отырғызды. Моғилан тарихта Білге қаған деген атпен қаған болды. Білге қаған інісі Күлтегінге бүкіл әскерді басқаратын мәнсап берді. Шығыс түрік қағандығының аты бүкіл әлемге шыға бастады.